Құрманғазы ауданында жаңа өмір, жаңа жыл, жаңа күн тақырыбында мерекелік жиын өтті. Алдымен аудан әкімі жиылған тұрғындарды сан мыңдаған тарихы бар көрісу күнімен құттықтады. Сондай-ақ Дүйсенғали Ғұмаров атындағы халық театры көпті қойылыммен қуантты. Мұнда қазақтың бағзыдан жалғасып келе жатқан салт дәстүрлері айқын көрініс тапты. Айталық, Құдай қонақтан бата сұрау, сүйінші сұрап сыбаға алу секілді жоралғылар орындалды. Мәдениет үйінің өнерпаздары да халық әндерінен тарту жасады. Көрісу мерекесі. Бұл қазақ халқының ұлттық мерекесі. Көрісу ынтымақ пен бірліктің, татулықпенен бір көрініс деп айтсақ болады. Адамдар бір-біріменен құшақтасып көрісіп, тілектерін айтып қауышу ғана мерекесі ғана емес, соныменен қатар үлкендерге ізет білдіріп, ары қарай ілтипат көрсетудің бір көрініс десек те болады. Мереке күндері ағайын туыстары өз реніштері болса, сол күні көрісіп, төстейісіп, бір-біріне кешірім жасап, бірін-бірі құттықтап, қыстан аман шыққандарына, аман есен қауышып жатқандарына қуанышты болып жатқан кезең болып жатыр. Сондықтан мынау көшпелі қазақ өзі көшін түзеп әр уақытта да осындай мерекені алға ұстап, өзіміздің ұлт дәстүрімізді өмірге әкелудің өзі біз үшін өте қуаныш, ол болашақ ұрпаққа да үлгі болады деп сенемін.